Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егерде қабырдың азабынан біреу құтылғанда, Муаз ибн Джабал радиаллаху анху оша құтылмақ дейді. Анткені инна лил қабри, қабырдың дықтатун бір қысу алғаны бар екен да. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху бұл Саад ибн Муаз. Саад ибн Муаз радиаллаху анху бұл туғандар жаназасына 70.000 періште түшкен. 70.000 періште жаназасына түшкен да. Пайғамбарымыз бұтын ұшымен басып қалған. Бұл дүниеден қайтқанда Алланың аршы тітіреген. Қабырынан 4 бұрышынан 4 шыққан. Пайғамбарымыз өзі жаназасын оқып, өзі қойған. Бірақ қойып, бүткеннен кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Субханалла, Субханалла деп берген. Біраз уақыт өтпейлі, Альхамдулилля, Альхамдулилля деді. Кейін сахабалар сұрады, я Расулалла, не үшін ұшында дедіңіз дегенде? Қабыр Саад ибн Муазды құшағына алды дейді. Bir қысты дейді да. Ошонда мен Субханалла деп бердім дейді. Кейін анан қайра қой бергенде Альхамдулилля, Альхамдулилля дедім дейді. Ушундай улуу затты bir қармап тұрып bir қой бергені бар екен. Біз сіз кім? Biz siz kim? Allah subhanahu wa ta'ala barımızga жеңіл қылсын туғандар. Алдыда көп чоң ашулар тұрады. Ахирет тұрады. Қиямат тұрады.